Қуат, енді сен де бір Қасқыр сияқты қайсар жігіттердің бірісің ғой. Бірақ осындай қайсар жігіттер көп өмір сүрмейді. Қапыда көз жұмып кетуі мүмкін деп қорықпайсың ба? Менің қашан қайтыс болатын, неден қайтыс болатын мен өмірге келген кезде жазылып қойған ғой. Бұлар бір ит сияқты. Тіпті иттерден артық болып кетеді. Гейлер мен лесбиянкалар олар адамдар емес деп бір шулаттың қалыпты. Мен Қазақстанда ондай оңбаған адамдардың бар екенін мен білмеппін. Тура сұрақ, Қуат. Тура жауап бер. Ешқандай сұрақтан қашудың керек емес. Ардақ Назаров 3 дүркін әлем чемпионы екен, рас па? Демек, Қуат Хамитовтың артында жақсы тіреуі бар, е? Жоғары НВД дейді ғой, НВД, КНБ, сол жақта істейтін кісілердің өздері айтып жатады. Қуат, біз сені қолдаймыз, бірақ біз сен айтқан нәрсені бізді айтқымыз келеді, бірақ біз айта алмаймыз деп. Өте керемет. Демек, саған үкімет басындағы ағаларымыз көмектесіп тұрады, Көмектескен емес ешкім. Бүгін осы мен спортта қанша жыл болдым, маған бір адам көмектескен емес. Қуат Хамитов пантерез деп жатады. Оған не деп жауап бересіз? Мүмкін сондай шығар. Өйткені мен өзім мындай емеспін, мындай емеспін деп айта алмаймын. Аты шулы Ламбард 24 жарнамаладыңыз, қанша ақша төледі сізге? Енді ол жарнамадан көп ақша төленген жоқ маған. Шынымен депутаттар, тоқалдар көп болса өзі? Енді оны бәрі білетін шығар, мен айтпасам да оны біліп жүр ғой. Мен сізге атап айтатын болсам, әріптестеріңіз жаққа қалады. Мешок болып жүрген әріптестеріңіз бар, басқа елге бар. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта ереже жекпе-жектің нағыз арландарының бірі, белгілі спортшы Қуат Хамитов. Ал, бауырым, ер азаматша сөзіңде тұрғаның үлкен рахмет. Мен ойлаған едім, бәлкім Қуат келмейтін шығарды. Бірақ үлкен рахмет өзіңе. Уәдеңе берік екенсің. Қазіргі таңда не істеп жатыр Қуат өзі? Енді қазіргі таңда карантин елде. Бәріміз демалыстамыз. Міне күні кеше ғана келесі жекпе-жекке дайындықты бастап кеттік. Алла бұйырса болса жазда бір жекпе-жек өткізсек, одан кейін күзге таман тағы бір жекпе-жек өткізсек. Соған дайындық үстіндеміз. Мына енді карантиннің арқасында кішкене жұмыстарымыз тоқтап қалды енді. Сол қазір енді есіміз жинап, сол жұмысқа кірісіп жатырмыз осы. 1-2 күн болды қазір. Қолымыз тимей ары-бері жүріп жүрміз сол. Дұрыс. Ауыл аман есен ғой? Балық аулапсың, естіп жатыр ауылға барып. Шөп жинасыпсың үйдегілерге. Енді мынау карантиннің бәрі карантин деп жауап жатыр ғой. Бірақ карантиннің де бір пайдасы бар екен. Енді әке-шешем жанында көп болмаймын негізі. Осы карантиннің арқасында бір айдай, 1,5 айдай ауылда болдық. Жаңағы туған туысқандармен араласып, кішкене қонаққа барып, балық аулап. Сөйтіп енді жақсы өтті енді. Әр нәрсенің өзінің қайыры бар ғой сол. Бірақ осы Қуат, шынын айту керек, бізде елімізде спортшылар өте көп. Ол қай саланы алсақ та, күресі болсын, боксы болсын, жекпе-жегі болсын. Көпшілігі аузын буған өгіздей бағанағы бір мәселелер көтерілгенде үндемей отыратындар бар. Сол кезде барлығымыз осы Қуат Хамитов не жазады екен деп өзімнің инстаграмыңа телміреміз. Ол шындық. Бетке айтуға тырысасың.
Иә. Жалпы оның арты қалай өзі, жақсы бола ма? Не болады өзі? Енді ол айтылған сөздердің бәрі ел үшін ғой. Елімізді жақсы қылсақ, елімізге жан ашып, жаңағы халықтың мәселесі бар, спорт мәселесі бар. Жалпы осы елдің көкейінде жүрген, айтылмай жүрген, мысалы, көп адамдар бар. Мысалы, мен қай жерге бармасам да, көбі мен сияқты айтатындар көп, бірақ ол кісілерді көп естімей жатады да. Сол үшін маған да айтып жататын кісілер бар. Осы мәселені айтсаң, осы мәселені көтерсең, осы жерде былай қиналып жатырмыз, мына жақта жаңағы жалақымыз төмен болып жатыр, мына жақта қысым көрсетіп жатыр. Сондай мәселелерді айтады. Біз де айтамыз, біз де айғайлаймыз, бірақ біздің дауысымыз сен айғайлаған дауыс жететін жерге жетпейді деп сөйтіп айтып жатады. Сол енді мен айтып жатқан бәрі ойлап қалуы мүмкін, жаңағы бір өзіне реклама жасап жүр, немесе хайп дейді ғой қазір. Сол хайп үшін емес, сол кішкентай ғана еліміз, жаңағы Қазақстанда сол Мәскеудің жарты ғана халық тұрады екен, Шанхайдың жартысына жетпейді мысалы. Сондай кішкентай халық сол бір-бірін естімейді, бір-біріне көмектессін деп елімізді бір көтерейік, бір-бірімізге жанымыз ашиды. Жаңағы бір-біріміздің кемшілігіміз болса, кемшілігімізді жауып, жаңағы жаман жерлеріміз болса, соны жақсы болуға тырысайық деген ниетпен сол айтылатын нәрселер ғой бұның бәрі. Ал басқа адамдарға келетін болсақ, енді ол айтылатын адамдар бар, айтылмайтын адамдар бар. Олар неғып айта алмайды, өйткені жаңағы басқа спортшыларды немесе мына шоу-бизнесте жүрген бауырларымызды олар айта алмайтын, сен айта алмайсың деп те оларға айтуға болмайды, өйткені әрбір спортшының, әрбір шоу-бизнесте отырған жаңағы адамның оның ағалары бар, көкелері бар үстінде. Ол сенің үстінде ағаң болғаннан кейін, көкелерің болғаннан кейін, сен ешқашанда жаңағы халықтың ортасына шығып бірдеңе айта алмайсың. Өйткені сен айтқан нәрсең біреуге ұнамай қалуы мүмкін. Ол ұнамаған адам сен ағаң айтады да, сен аузыңды сол ағаң арқылы ғана жаудырып тастайды аузыңды. Сондықтан мен енді осы күнге дейін біреуді бір аға көке деп көрген жоқпын. Мен енді мені сыйласам, мен де сыйлаймын, үлкенді сыйлаймын. Нағыз қазақ тәрбиесін көріп шықтым ғой, бірақ мен ешқашанда біреуден бірдеңе алып, біреуге қарыз емеспін. Біреуді аға көке демеймін. Сондықтан мен өзім жеке ойымды әрқашанда айта аламын. Оны жаңағы үлкен кісілермен кездесіп жатқан кезде, қалада жүрген кезде, бір кездесіп қалған кезде де олар маған өздері айтып жатады. Қуат, сен айтқаның дұрыс, сен айта алмай жүргенді, сен айтып жүрген нәрсені біз айта алмай жүрек, сен айтқаның қалай жақсы болды деп. Ол билікте істейтін ағалар, Билікте істейтін, мынау спорттың министерствода жүрген адамдар, депутаттар болсын, мынау жаңағы жоғары НВД дейді ғой, МВД, КНБ, сол жақта істейтін кісілердің өздері де айтып жатады. Қуат, біз сені қолдаймыз, бірақ біз сен айтқан нәрсені бізді айтқымыз келеді, бірақ біз айта алмаймыз деп. Сені бірақ қолдаймыз, осы бетінен қайтпа деп олар да айтып жатады. Біз де енді кездескен кезде оның бәрін сөйлесеміз ғой. Біз де араласамыз, халықтың жағдайын сұраймыз, не болып жатыр, не өзгеріс бар. Енді ол жақта спорт сияқты ғой, бір-бірімен жарысқан адамдар бар, бір жерге таласатын адамдар бар. Сондықтан жалпы бәрі сол еліміз үшін ғой. Өте керемет. Демек, Қуат Хамитовтың артында жақсы тіреуі бар, Менің жақсы тіреуім бар деп айта алмаймын, өйткені менің ең басты тіреуім ол менің халқым. Егер халық мені қолдап, мені артында тұрса халық, мен үшін одан артық тіреу керек жоқ сияқты. Бүгінгі таңда көп азаматтар билікке де жағынуға тырысады, және халыққа да жағынуға тырысады. Ал бірақ өзің билікке жағынғың келмейді, шынын айту керек. Яғни бағанағы халықтың қолдауы болса болды деп отырсың ғой енді өзіңде. Бұл жерде сенің түпкі мақсатың қандай, Қуат? Менің түпкі мақсатым әрбір қазақ отбасында, әр басында аманшылық, бір басында 5 мәшіне, үй көлігі бар, жұмысы бар, дендері сау. Әрбір қазақ жылына 2-3 рет шетелге барып демалып, қиналмай. Мына елімізде медицина, оқу, білімді қазақтардың бәрі мықты болып, бір-біріне жаңағы жау емес, бір-біріне батыр болмай, жаңағы бір-біріне бауыр болып, еліміз бір жаңағы арабтардан кем болмай, жаңағы арабтар сияқты өмір сүрсек, сол мен арман. Керемет. Жуырда сен бір пост салдың. Яғни ол жерде былай деп жазылған. Коронавирус деген бұл өтірік әңгіме. Егер коронавирус шын болатын болса, жарты алматы қырылып қалатын еді.
Жалпы артық бүйтіп құлақтан тебе беруді қойыңдар дедің. Бұлай жазуыңа не түрткі болды? Енді бұл енді бір үлкен саясат қой енді. Ол саясат, ол бір адамдар саясат деп түсінуі мүмкін, бір адамдар жаңағы ауру бар деп түсінуі мүмкін. Бірақ ол ешкім жаңағы мен айтқан кезде көбі ойлап қалып жатты, ол ауру деген жоқ деп есептеп жатты да, мен айтқан сөзімнің. Ол ауру бар. Ол ауру 1975 жылы шыққан ауру. Ол 2004 жылы онымен тағы бір ауырып шыққанбыз біз. Ол жылдары адамдар жаңағындай қазіргі коронавирусты көбі бір спид жұқтырғандай сияқты көреді да, жаңағы ойбай коронавирустан бір жұқтырсаң бол өліп қалатын сияқтысың. Ол коронавирус деген жаңағы суық тиген простудный аурудың бір түрі ғой, жаңағы кішкене ғана. Бірақ енді қалай айтсам болады, енді бір мемлекеттер бар, жаңағы Белоруссия бар, жаңағы басқа Түркменстан елдері бар, олар жаңағы коронавирустан полностью бас тартты ғой. Сондықтан біздің ел сол елдер сияқты басқа мәселеден нөмір бірінші болмасақ та, сол мәселеден нөмір бірінші болу керек еді. Өйткені біздің елімізде көптеген жаңағы қандастарымыз бар, бір күн мысалы таңертеңнен кешке дейін ғана жұмыс істеп, сол тапқан табыспен өмір сүріп, жаңағы квартирасына төлеп сөйтіп өмір сүріп жүрген адамдар өте көп. Мысалы, олар қазір енді жаңағы 42.500 береміз деді, оны алатыны бар, алмағаны бар. Ал ана бауырларымыз не істейді енді? Мен өзім ауылда, мен мысалы сондай таныстарым көп, бір күн жұмыс істеп жаңағы төлейтін. Олардың бәрі өте қиналып жатыр қазір. Жұмыс тоқтап қалды. Соны енді бір жағынан дұрыстап осы мәселені қолға алып, сол халықтың бәрін үйде қамап аштан өлтіргенше, оданша осыны жаңағы дұрыс контроль алып, бәрін жұмыстан шектетпеу керек еді да кішкене. Өйткені халықтың жағдайы қазір оңай емес қой. Оны карантин деп тоқтатты, енді бір күн болмаса бір күн көтеріліс болып кетуі мүмкін. Енді бір созса, мен ойымша халық көтерілейін деп тұр, өйткені халық әрең жүр қазір. Сондықтан жаңа Украиналық айтқан президент жақсы айтты негізі. Американың да Трамп айтып жатыр, біз жаңағы бұл коронавирустан қашып үйде отырсақ, біз одан да көп адам өмірден кетіп қалады. Одан да біз жұмыс істейік та, сол жұмыс істеп өлгеніміз артық деген сияқты сондай. Сол айтқаным ғой, кішкене Қазақстан кішкене ерлік көрсетіп, халық тек жаңағы экономика, политиканы ғана ойламай жаңағы. Қарапайым халықты да ойлайық. Халықты да ойлап, соған кішкене жұмысқа баратын жұмыстарын тоқтатпау керек еді. Керемет, ғажап. Енді Қуат, екінің бірінің қолынан келмейтін дүние, қолынан келсе, сол диванны критиктар айтатын еді, сен сияқты. Сен тікеді айтып жүрсің ғой. Депутаттарды жиі сынайсың. Олардың тоқалдарын сынайсың. Олардың ішіп жегенін сынайсың. Өткенде де тағы бір постыңа көзім шалды, яғни ол жерде былай деп келтірдің. Вакцинаға байланысты, екпеге байланысты. Сол вакцинаны қарапайым халыққа пихать етіп енгізгенше, еккенше вакцинаны. Бірінші сол депутаттардың ұл қыздарына егейік. Егер олар бір жылдың ішінде бағана арам өліп қалмай тірі жүретін болса, онда сосын қарапайым халыққа енгізу керек. Өз басым вакцинаға қарсымын дедің. Неге бұл жерде сен депутаттардың балдарына шүйліктің? Енді маған ол сөз қатты тигені, өйткені ол депутаттар жаңағы вакцинаның қандай құрамын білмей, ол зиян ба, зиян емес па, оны жаңағы оның қайдан келгенін білмей жатып, жаңағы депутаттардың арасынан жаңағы бір өздеріңіз көрген шығарсыздар, спорный момент болған кезде жаңағы бір-екі депутаттардың сөздеріне мән бермей, біз болды уже бұл мәселе бір жарты жыл бұрын шешіліп қойған, сендер құр отырып, иә деп қолдарын көтеріңдер деген сияқты сондай сезімде болдым да өзім. Жалпы ол біздің балаға салынбайтын нәрсе, ол біреудің баласына салады ғой деп жеңіл шешім қабылдағаны маған қатты тиді. Өйткені ол жаңағы айтқан сөзім содан болатын. Сен өз балаңа салмайтын нәрсе, неғып сен біреудің баласына саласың. Өйткені біз бөлінбеуіміз керекпіз. Біреудің баласы, мен баламға салған нәрсе, мен балама болған жақсы нәрсе, сен балаңа да жақсы болу керек та. Сол үшін бұл мәселенің әлі аяғына жеткен жоқ деп есептейміз. Әлі бұл мәселені көтереміз. Егер тіпті біздің халықтың несіне қарамай, біздің ойымыз, мнениямызға қарамай егер шешім қабылдаса, біз көшеге де шығып кетуіміз мүмкін.
Өйткені біздің жастар, бүлдіршіндер біздің болашағымыз. Біз болашақ балаларымыз үшін күресіміз керекпіз. Біз орысша айтқанда мы будем требовать, чтобы они пересмотрели бұл решение. Өйткені ол вакцина деген ойыншық нәрсе емес. Өйткені көптеген ата-аналар осы вакцина салғаннан кейін балаларының ауырып жатқаны, ондай случайлар бар жаңағы. Вакцинаны салғаннан кейін 2-3 күн ауырып ол жаңағы вакцинаның құрамын қарап көрсе, независимый эксперттер қараған кезде ол вакцинаның жаңағы крыса өлтіретін, шыбын өлтіретін деген сияқты адамның өміріне өте қатты зиян келтіретіндер құрамында бар екен да соның ішінде. Сол мәселе мен ойымша осының бәрін бірінші зерттеп, одан кейін сол депутаттарымыз сол дұрыс шешім қабылдау керек деп есептеймін. Сол үшін айтылған нәрсе ол. Жақсы. Демек, сіздің сөзіңізді сайып келетін болсақ, біздің депутаттар әр нәрсенің мән-жайына бармай, тез шешім қабылдайтын болып тұр ғой? Әрине, әрбір халықтың атынан, егер сен өз басың, ол әр депутат өз басының отбасының ішінде қандай шешім қабылдаса да, олар өз еркі. Бірақ сен халықтың атынан сөйлеп, халықтың атынан шешім қабылдағаннан кейін ол басқа нәрсе. Соны түсінгендер абзал деп ойлаймын. Өте керемет. Бағана сіз айтып қалдыңыз, егер бұл вакцинацияны ойлап, әлі жіті қадағалаудан өткізбей барып, халыққа салмаса, бейбіт митингке шығып кетуіміз бәлкім мүмкін дедіңіз. Қалай ойлайсыз, мысалға жарайды митингке шықтыңыздар дейік, ол жерден сіздер не ұтасыздар және неден ұтыласыздар? Бұл жерде мәселе ұтылған емес қой. Бұл жерде мәселені дұрыс жолға қою, дұрыс шешім қабылдату, содан кейін халықтың жаңағы шешіммен, ойымен санасу. Егер халық қарсы болып жатса, халықтың ойымен оларды санасу керек. Өйткені оларды сол жаққа отырғызған, сол халықтың атынан сөйлеп отырған, сол дәрежеге жеткізген халық. Бұл сұрақты сізге не үшін қойып отырмын? Есіңізде болса, былтырлары Ринат Зайтып та өстіп керемет әндеткен еді. Осындай деп бәріміз сендік, керемет. Бірақ өкінішке орай алаңға шықты, үйтті бүйтті да. Мен заңды оқыған жоқпын. Заңды оқып барып кеп партия құрам деді. Енді сол сөзінен қандай екенін түсінуге болады. Сіздің де сол қылығыңыз Ринат сияқты болып кетпей ме деп жатқаным ғой? Бірінші соққы алғаннан кейін, егер сен кетіп қалсаң, бәрі ойлап қалуы мүмкін да, мынау болды соққы тоқтады деп. Бірақ кейбір арыстандар болады, бірінші соққыдан кейін кішкене уақытын күтіп жүреді да жаңағы. Кек алатын уақыты керек дейді да, бірақ пышағын қайрап жүреді. Сол себептен енді мен жалпы өз халқыма, өз бір қазаққа солай зияным келтіріп, біреумен қылысқым келмейді жалпы. Біреуге жаңағы пышақ алып жүгіріп, немесе біреулермен қырылып, жаңағы көтерілістен кейін бір адаммен бір ай қырылысатын ондай не емес менде. Жаңағы мақсат халықтың дауысын естіп, осы елімізге деген бір жақсы нәрсе қабылдасақ, бүгінге дейін жаңа көптеген көтерілістер болып жатыр ғой. Оның мақсатының бәрі елімізді бір жақсы жаққа аудару. Егер енді сондай бір мәселелер болып мен нетіп жатса, мен ойымша мен егер бір нәрсені бастасам, мен аяғына дейін баратын сияқтымын. Бірақ бұл политика болғаннан кейін, бұл заң болғаннан кейін, бұл жақта өте қадамдарың өте бәрі дұрыс болу керек. Өйткені жаңағы біреудің балаларын халықты көтеріліске көтеріп бір қырғын соғыс болып кетіп жүрсе, оның бәрі саған тиіп жатады. Сондықтан бұл өте қатаң мәселе, бұған өте серьезно қарайтын нәрсе. Сондықтан мәселе қорықпағанда емес, мәселе сен не өзгерте аласың. Біз енді өз ойымызды айттық, олар бізді естіді, вакцинаға қарсы екенімізді. Енді қазір жоғары жаққа жетеді. Сол енді бұл мәселе президентке келіп тоқтайды ғой. Президентке келіп тоқтағаннан кейін соның шешімін күтеміз, одан кейін ары қарай не болатынын көреміз. Жалпы біз бәріне дайынбыз, өйткені біз болашағымыз үшін әрқашан күресіміз керекпіз. Ол ойыншық нәрсе емес. Біз деп қалдыңыз. Кімдер сіздер? Біз ол мен және мен халқым. Мен қолдайтындар. Жақсы. Мен қазір өзіңе қарап отырмын. Сөз саптауыңа, өзіңнің бағанағы ұстанымыңа. Кешегі железный ардамен Алашпырайтта жүрген қуатқа қазіргі отырған қуат мүлдем ұқсамайды. Қазіргі менің алдымда отырған қуат более подкованный, өзінің бір түпкі мақсаты бар, қайқа бара жатқан білетін қуат сияқты. Енді қатты өзгердім деп айта алмаймын енді. Мен өзім
әкем айтатын, сен кішкентай кезінен юрист болу керек еді. Өйткені бала кезімнен сондай бірдеңені сұрап, көп келіспейтін 7-8 сыныпта оқыған кезде мен осы политика туралы әкеммен көбінесе екеуміз ұрысып қалатынбыз. Нағып осындай, нағып мұндай емес деп. Сол кезде әкем тәрбиелейтін болатын, Қуат, сен елде қандай билік болмасын, президент болмасын, сен жеке болуға тырысуың керексің. Президент болмай қалса да сен өзің жеке болуға тырысуың керексің деп. Сондықтан мен бұны айтып жүргенім бала кезімнен ол. Осы жерде сіздің бір жазған бір постыңыз менің есіме түсіп отыр да, бағанағы. Бұлар бір ит сияқты. Тіпті иттерден артық болып кетеді. Гейлер мен лесбиянкалар олар адамдар емес деп бір шулаттың халықты. Сен жазғаннан кейін постта менің бір тіпті жаным кірді да. Кім гей, кім лесбиянка екендерін өздері ұстап беріп жатыр ана жерде. Қуат, зачем такие вопросы поднимаешь деп. Қандай мақсатта жаздыңыз? Не үшін жаздыңыз сол постты? Енді ораза айы еді ол кезде. Ораза ай, Рамадан, жаңағы барлық мұсылман, Қазақстанда мұсылмандар көп қой, мұсылман елі деп айтсақ болады. Сол мұсылман елінде Рамадан айында ол жаңағы Астананың ғимаратына ол тулар ілінбеу керек еді бірінші. Олардың ең бірінші қателігі. Олар мұсылмандардан кешірім сұрау керек. Өйткені ол қазіргі ол қасиетті айда ондай нәрсені жариялауға бізде болмайды. Жалпы қазақ халқы деген ол біздің тәрбиемізде жоқ. Ол мен ол қыз бен қыз емес. Біз жалпы еркек пен қыз, әйел мен күйеу болсын, біз көшеде тұрып бір-бірімізді құшақтау, бір-біріміздің қолымыздан ұстау, ол көшеде аймаласып тұру біздің тәрбиемізде жоқ нәрсе да. Ол бізде тәрбиесізге саналады. Ол тәрбие көрген мықты нағыз қазақтар ол көшеде ондай нәрсені істемейді. Әйелінің қолынан ұстамайды. Даже кейбіреулер бар, мықты жаңағы ауылдың тәрбиесін көрген адамдар. Ол нәрсені жақтырмаған қауым, біз ондай нәрсені жақтыра бермейміз ғой. Мен өзім жақтырмаймын. Ондай нәрсені жақтырмаған қауым, ол жаңағы ұл мен ұлды, ұл мен қыз бен нәрсені мен өзім мен Қазақстанда ондай оңбаған адамдардың бар екенін мен білмеппін. Мен ойлайтын, бір арасында бір жындылар бар шығар сондай. Олар көрінбей жүретін білмеймін деп. Кейін осы мәселе көтеріліп кетіп, бұл жаңағы үлкен резонанс болғаннан кейін мен өзім көзім жетті біздің елде бұндай адамдардың көп екенін, ондай адамдарды мен өзім ауру деп есептеймін. Ол дені дұрыс адам. Ол не только біздің елімізге, ол біздің халқымызға, мына жастарға ол өте қауіпті. Өйткені кішкентай балаларымыз бар, мысалы, өсіп келе жатқан бүлдіршіндер бар. Олар мысалы ертең мен бала шағаммен көшеде келе жатсам, ананы көріп сұмдық қой, мен оны қалай түсіндірем болған. Енді бұл мәселені қатты көтерген дұрыс сияқты. Мен ойымша түнгі клубтар бар деп Алматыда естіп жатырмын. Ол өте жаман нәрсе. Өйткені мен досым бар, жаңағы дағыстандық достарым бар. Олардың Дағыстанда жаңағы түнгі гей тұрмақ, түнгі клубтардың жалпы жоқ екен де ондай. Ол енді қазақ деген тойды жақсы көреді ғой, біз ресторан тойды жақсы көреміз. Өз елімде болғаннан кейін біз қыдырған жақсы көреміз. Бірақ жаңағындай сұмырайлардың біздің елде болғанын, енді оған бір жеке бір заң шығарған дұрыс сияқты. Жаңағы бір-бірімен үйленеміз деген сияқты маған да жазып жатады. Европадан, Франциядан, жаңағы Ресейден сондай журналистер интервью жасап, жаңағы сұрақтарын қойып жатыр да маған. Мен оларға айтатыным, біздің елде ондай ешқашанда болмайды. Ондай болдырмауға біз тырысамыз. Одан кейін гей жігіттер жазбай ма сізге, Қуат кездесейікші деп? Енді осы күнге дейін қанша мәселені көтердік, бір адам кездесейік деп хабарласпағаннан кейін енді гейлар хабарласпаса, енді одан қою керек сияқты бәрін. Енді солар қалды. Кездесуге шақырмаған. Чеченстанның президенті Рамзан Ахматович былай деп еді: егер біздің елде сондай бағанағы қыз-теке жігіттер, яғни голубойлар болатын болса, соны еститін болсақ, бүгін естісем, ертең азанда ол тұрмайды біздің елде, Чеченстанда. Ол басқа жақта өмір сүру керек деп. Бәлкім біздің елде сондай болған дұрыс деп отырсыз ғой сізде? Бұл енді туа салып бұлай болмайды ғой. Туа салып бұндай болмағаннан кейін бұған біздің жалпы мен қарсы шыққан
түрім ол сен үйіңде, біз мысалы біреудің үйіне кіріп сен не істеп жатсың, не жеп жатсың, не ішіп жатсың, кіммен аунап жатсың деп біз ол мәселені көтеріп жатқан жоқпыз ғой. Сен мына біздің болашақ жастарды құртпаңдар. Бұны жаңағы плакаттарыңды іліп, мынау киініп алып, көшеге шығып, парадқа шығып, біз міне ұлды жақсы көреміз, қыз жақсы көреміз, бізді осындай түсініңдер, біз осындаймыз, бізді осылай қабылдаңдар деп айтудың керегі жоқ. Біз оған қарсымыз. Біз оны ешқашан қабылдамаймыз, біз оған көнбейміз ешқашан. Сен үйіңе кірген кезде 5-еумен жатасың ба, 15-іңмен жатасың ба, итпен жатасың ба, өзің біл оны. Бірақ сен біздің қоғам жас, біздің батыр бабаларымыз, біздің жеріміз, дінімізге қарсы келетін нәрсені, сол мәселені біздің елге көтермеңдер. Сол үшін көтерілген нәрсе, мен соған қарсымын басты. Бастысы сен көшеде бар адамдар сияқты біздің қауымды бұзатын нәрселер жасама. Керемет. Қуат, көзің елестетші. Өзіңнің артынан еріп келе жатқан бір әнің, бір аяқ астынан сондай бір кейіп аламын жүріп кетті дейді. Сіз не істейсіз сол кезде? Енді ондай нәрсені елестетудің өзі бір қорқынышты нәрсе ғой. Ол өйткені осы қазір айғалап жатқан, мен сондаймын деп жатқан олардың туған туысқандары әке шешесіне ауыр тиіп жатқан шығар негізі. Жаңағы мына қарындасымыз Нұрқадылов ағамыздың немересі екен, оған бірдеңе айтқым келмегені, жаңағы ағамызға кішкене сыйлық немен қарағаннан кейін ол жаңағы қарындасымызға бірдеңе айта алмадым да. Ол кісі көзде лесбиянка болып тұр ма? Сол кісі Нұрқадиловтың племянницасы болып тұр ғой өзі. Ол сол кезде бағана қыз бала, иә? Қыз бала, соның немересі. Немересі. Демек теріс жолда, иә, ол кісі? Әрине, теріс жолда, жаңағы гей дейма, лесбиянка дейма сондай екен. Енді олардың әке шешелеріне, туған туысқандарына ауыр шығар. Енді менің ондай бір бауырым болып, немесе бір туысқаным, танысым болып жатса, мен онымен ең біріншіден араласпайтын едім, ешқашанда. Одан екіншіден емдеуге тырысатын едім. Үшіншіден енді оған бағынбай жатсам, ауылда бір иттерді атып тастаушы еді ғой, сол сияқты өз бауырымды атып тастайтын едім. Өйткені ол біздің елде, біздің халықта ар намыс қой. Қазақтың көк туын желбіретіп жүргенің ақиқат, рас. Осы сені үкімет басындағы бір ағаларымыз шақырып, Қуат, мына автокөлік саған, біздің атымыздан. Көк туды желбіретіп жүрсің ғой сен. Мына 4 комнатаның кілті саған. Сен көк туды желбіретіп жүрсің ғой деп жарылғады ма осы? Енді ондай кісілер көп болған негізі. Көмектесейік, осыны берейік, андай берейік деп. Бірақ мен өзім, бізде халықта менталитет бар ғой андай. Біреуден бірдеңе алып қойсаң, сен соның автоматически бауыр болып кетесің да. Ертең сен соған қарыз болып қаласың, ертең сен соны аға көкедеуің керексің. Сол себептен мен ондай нәрседен кішкене алыстаумын. Мен енді бұл спортты жекпе-жекке жаңағы басында айтқандай ауысқан кезде мен бұл спортты көтергім келді, жастарға мен өткен нәрсен, мен басымнан өткен қиыншылықты олар көрмесе екен деп, сол үшін істелген нәрсе мына. Шоу бар, жаңағы неше түрлі көму бар, күрекпен шығу бар, бұл спортты жаңа деңгейге көтерсем деген істелген нәрсе ғой. Өте керемет. Демек, саған үкімет басындағы ағаларымыз көмектесіп тұрады, е? Көмектескен емес ешкім. Бүгін осы мен спортта қанша жыл болдым, маған бір адам көмектескен емес. Мен бұл нәрсенің істеген мақсатым менің артымдағы жастарға көмектесе екен деген. Қазір міне Құдайға шүкір, қазір көмектесіп жатыр ғой жастарға. Жастарға беріп жатыр, береді. Астындағы жол талғамайтын дөңкиген автокөлікті кім падар етті? Енді автокөлік болсын, басқа нәрселер болсын, бәрі өзім еңбегім, ешкімге көмектесіп жатқан жоқ. Мен өзім де көмектесетін таныс бауырлар көп қой негізі, көмектескісі келетін. Бірақ мен өзім жаңағы ұсыныс тастаған кезде, көмектесейік деген кезде өзім бас тартып жатқан кездерім бар. Демек, биліктен ештеңе алған жоқсың сен? Жоқ. Жақсы, түсінікті. Енді сұрақ мынадай, өзің бір сұхбатыңда былай деп едің. Жалпы осы депутат болып алғанша халықпен бірге да, болып алғаннан кейін халықты ұмытып кетеді. Бұндай депутаттарды жалпы өз орнынан алып тастау керек. Орнына жаңа адамдар келу керек дедің. Осы жерде яғни Қуат,
өзіңді ренжіткен осы үкімет басындағы азаматтар көп болды ғой дейме? Енді мені ренжіткен адамдар бар деп болды деп айта алмаймын енді. Бірақ бәрі оның шешіміне байланысты ғой. Егер дұрыс шешім қабылданбаса, дұрыс нәрселер дұрыс жасалмай жатса, сондай нәрселер ғана кішкене кеудемізге тиеді. Абылай мені біреу ренжітті, біреу бірдеңе ұнамай қалды деген ондай болған жоқ. Өте керемет. Бізде осы Қазақстанда спортшылар кішкене бір халықаралық деңгейде жетістікке жетіп жатса, бірден өздерінің бағанағы аттарын жасайды. Мейлі аттарын жасасын жарайды. Бірақ жасамаған нәрсені жасадық деп айту ол енді жігіт үшін ең западлы нәрсе деп ойлаймын. Шындығын айтқанда. Бізде кейбір жігіттер бар. Өздерін 2 дүркін чемпионбыз, 3 дүркін чемпионбыз, тіпті 4 дүркін чемпионбыз дейді. Мен айтамын, көкем-ау, сауатты жігіттер бар ғой. Дүркін чемпион болатындай қай жерде қандай чемпиондық болады бе? ТМД елдерінде болатқан енді бар шығар. Бірақ енді жалпы әлем чемпионы деген енді әлемнің түкпір-түкпірінде жігіттермен шығу керек қой. Не дейсің осындайларға? Енді спорт болғаннан кейін... Жоқ, бұл жерде қуатты, былай болсын, ешкім ренжімей қойсын. Бұл еркін сұхбат. Керек па мен ол адамдардың атын айтып беремін бе саған? Оны өзің ішіңде сезіп отыр. Бірақ енді... Не дейсің ол жігіттерге? Жоқ, енді зачем пафос қуалап? Мысалға, сен айтып отырсың ғой, өскелең жастардан ұят деп. Жастар оны білмейді ғой, байқұстар. Қай жерде төбелескен, біз білеміз ғой. Осындайларды қарап отырып енді ауыр сөйлеп деп ренжімей бір көтің ашымай ма? Енді білетін адамдар біледі ғой оны. Білетін адамдар біледі, білмейтін адамдар білмейді деген сияқты ғой. Ол не дейсің енді біреуге қазір? Ол адамның көкейінде тұрған нәрсе сол болса, енді оны да түсінуге болады. Өйткені ол жаңағы сен айтып отқан адамдарды мен білемін ғой былай, кімді айтып отқанымды. Оның қасындағы жүрген адамдар осылай болған деп. Енді бәріміз солай өстік қой енді. Естіп өстік, анау чемпион екен, мынау чемпион екен деп. Кейінде қасындағы жүрген адамдардан сұрасақ, ол чемпион емес. Ол жаңағы өз-өзін чемпион жасап алған. Ол осындай жарыста, мысалы, бір бағдарламада, бір интервьюда мен осындай жарыста чемпион болдым десе, анау адамдар айтады, ол жарыста бізде болғанбыз, ол жарыста ұтылып қалған деп. Сондықтан ол енді әр адамның иманына байланысты. Ол бір алдаған адам, ол шындықтың шығатыны бір күн болмаса бір күн шығады ғой оның бәрі. Бірақ енді кім біледі енді қалай болатынын. Ол да бір күнкөрістің бір несі шығар. Может, ол адамдарға пришлось это сказать. Ол енді айта алмайсың. Жалпы спорт деген өте қиын жол. Ол жағын түсіндім. Ол жағын ар жағын сөзіңді оқып отырмын, не айтатыныңды. Демек, былай өз-өздеріне жалған атақ, абырой жинап алғандардың арты бір тұтам болып тұр ғой бүгінгі таңда. Енді ол сен қазір ол бұрынғы заманда бар еді. Ол бұрынғы заманда сен мысалы бір қарапайым жарысқа барып, мен осындай мықты үлкен әлем чемпионы болып келдім, бір мықты жарыс өтіп келдім деп айтсаң, ол сол кезде адамдар сенетін еді оған. Қазіргі 21 ғасырда бәрі фиксируется бәрі. Сен қай жарыста кіммен шықтың, қандай қарсыласың, ол қарсыласың саған қандай дайындықпен шықты, рекорды қандай, қай организацияда выступать еткен. Қазір мына 21 ғасырда сен адамдар жынды емес қазір. Ол бәрін тауып іздейтін адам, білгісі келген адам бәрін іздеп тауып алады. Қандай қарсыласпен шықтың, кіммен шықтың, оның бәрі қазір ашық қой бәрі. Қазақ айтады, аң аулай алмайтын тазыны аңға алып шықпа дейді. Ол бәрібір де аң аулап жарытпайды осы сорлы дейді да. Бізде кейбір жігіттер бар, әнділерін қайта-қайта сүйреп қоймайды да. О байқұс, анау ертерек раунд қонып бітсе екен деп тұрады да жерде. Не дейсің осындай болады? Енді жалпы біз қазақ болғаннан кейін бір-бірімізді сүйреу керекпіз. Ол жаңағындай не только бауырыңды. Бауырың болсын, болмаса сен бауырыңнан бір мықты жігіттер болса, оларды да сүйреу керек. Жоқ, сүйреу керек қой, бірақ енді таланты болса сүйрейсің ғой. Арман Оспанов сияқты болса, әйтеуір бағанағы хай-кик, промфик дегендер теуіп тұрса бір айналып. Олар сүйрейсің ғой. Қайрат Ахметов сияқты болса, енді көзінде оты жоқ бауырды сүйреп қайтесің деймін да. Енді ол күнкөрістің бір түрі ғой енді. Әрбір адам енді біреудің мақсаты чемпион болу, біреудің мақсаты жаңағы танымалдық болу.
біреудің мақсаты өзін жақсы қылып көрсеткісі келеді, біреудің бір көздеген политика, бір әкім болып кетемін деген мақсат. Әр адамның мақсатына байланысты ғой. Ол кімнің не ойлап жүргенін білмейсің ғой енді. Оны бір Құдай біледі, не етіп жүрген. Кейбір адамдар бар, мысалы, мен өзімде шет жағынан естіп отырмын. Жаңағы осындай камераның алдында отырған кезде мен де біреуді сөйтіп айту мүмкін. Камераның алдында отырған кезде мынадан жақсы адам жоқ, бірақ өмірде кездескен кезде ол басқа адам деген сияқты. Оның бағасын енді кімнің қандай екенін адаспайтын адам жоқ қой енді. Өзің 3 дүркін әлем чемпионсың. Мен енді ең бірінші мынау 2016 жылы осы Алматыда поясқа таластық. Ол өздерің болдыңдар бәрің. Сол кезде анау бразилияспен шықтық та, сол жақта жеңіске жеттім. Жалпы менің өзім осы карьерамда бір 7 рет пе екен, 6-7 рет титулға таласпын негізі. Ол жаңағы біріншісі мынау Bushido FC тұжырымы бойынша таластым. Одан кейін осы APFC тұжырымы бойынша таластым. Одан кейін RAF-пен контрактқа отырдым да, RAF-тан 3 жекпе-жек жеңіп, жаңағы Қытайда ол титулдық, ол керемет жекпе-жек еді, бразилиялық, ол жаңағы пояс чемпионлыққа ұтқан адамда сол заман 2012 жылы, 2013 жылдары 150 мың ақш доллар болатын. Соған таласайын деп жатқан кезде жаңағы организация жабылып қалды да. Содан кейін Қытайдың рейтингтары, жаңа Қытайда рейтингті мен бірінші тұр екем, номер бірінші. Қытай бойынша 70 кг салмақта бірінші тұрдым. Одан кейін жаңағы WBK деген сол Қытайдың организациясы ашылды, номер екінші сол Қытайда. Сол кезде маған сол Қытайдың жоғарғы рейтингде тұрғаннан кейін сол рейтингқа қарады да маған сразу чемпиондық басқа организацияда чемпиондық поясқа жекпе-жек берді. Оны ұттым, одан кейін жаңағы защитасында жасадым, бірақ ол защита болған кезде кішкене басқа весқа көтеріп жіберді да салмақты. Сонымен сол 2 вестің чемпионы болып, оны защит етіп үлгере алмадым енді. Сонымен бағанағы енді білеміз ғой, бағана Fight Night-та анау Әзербайжаннан жеңіліп қалдың. Иә. Түсінікті. Өзің былай мен 3 дүркін чемпионмын деп демек ұялмай айта аласың, е? Енді одан да қатты айтқымыз келеді негізі. Ол мәселе айтқанда емес қой, мәселе іспен дәлелдеу. Енді менің алдыға қойған мақсатым, мен бір алдыға қойған мақсатымның бір 50%-ына жеттім деп айта алмаймын. Өйткені мен өзім денім сау болып, бәрі аман есен болса, тағы бір 5-6 жылдай, тіпті 10 жылдай өнер көрсетсем деген мақсатым бар. Мен әлі алдыға қойған мақсатым бір 60%-ына жетпеген шығармын. Сондықтан мен әлі алға қойған арман мақсатым көп. Мен әлі бір 5-6 жыл өнер көрсетемін. Ренди Кутурцияға 40-қа дейін төйлесің келеді. Осы 40-қа дейін жалпы менің рекордым қазір, жалпы рекордым бір 25-26 бой болып қапты. Негізі менің арманым сол Мұхаммед Али сияқты бір 50 жекпе-жекке дейін жеткізсем деген сондай арманым бар. Тура сұрақ, Қуат. Тура жауап бер. Ешқандай сұрақтан қашудың керек емес. Ардақ Назаров 3 дүркін әлем чемпионы екен, рас па? Енді оны Ардақ Назаров 3 дүркін әлем чемпионы екенін, оны менің оның қасында жүрген жоқпын ба, мысалы? Мен оның қасында жүрген жоқпын. Жоқ, енді сіздер енді әріптестерін білу керек қой. Иә, жоқ. Мен де сендер сияқтымын ғой, естуім бойынша, өзінің айтуы бойынша чемпионмын дейді енді. Оны енді чемпион ба? Жұрттың айтуы бойынша. Енді жұрт былай деуі мүмкін, қасындағы жүрген адамдары, жаңағы спортта бірге жүрген бауырлар басқаша айтуы мүмкін. Бірақ мен оны Ардақтан өзінен былай сұрамағаннан кейін мен оны қазір айта алмаймын. Өйткені мен қазір ол Ардақ чемпион емес деп айтсам, ол дұрыс емес болады да, өйткені мен онымен өзіме сөйлескен жоқпын. Ол түсінікті. Назаровтың залындағы айналысатын осы 70 келідегі бір жігіт қандай оймен тастаған білмеймін, өзіңе былтыр вызов тастады. Қуат Хамитов енді действительно керемет, өзіңе көп алатын болсаң, келмеймен шық деп. Енді бұл жерде бәлкім Қуат Ардаққа ұнамай жүрген шығар деген әңгіме де. Қазіргі заманда енді бәріне ұнау мақсат емес қой, бәріне ұнай алмайсың да. Сен қанша жерден мықты жақсы адам болсаң да бір ұнатпайтын адамдар тауылып тұрады. Сол себептен менің ұнатпайтындары да бар, ұнататындар да бар. Жалпы мақсат ұнату емес, мен жалпы мақсатым өзім алдыға қойған арман мақсатыма жету. Ал енді мен біреуге ұнамауым да мүмкін, ұнамайтын да шығар мүмкін. Жақсы, керемет. Осы жалпы әлемдегі осы ереже жекпе-жекте ең алғаш шоуды алып келген ол Тито Ортис.
өзің жақсы білесің, адамды жеңгеннен кейін ол міндетті түрде көмеді. Ана дүниеге апару керек қой оның мақсаты. Иә. Титоны 1-1 өзің салдың. Ол кезде Макгрегор шықпаған еді. Титоны салдың, былай айтқан кезде хайпты ережесіз жекпе-жекке Қазақстанға алғаш өзің алып келдің. Тіпті мен енді қалғандарын білмей, посткеңестік елдер демей қойын, Қазақстанға өзің алып келдің. Иә. Атағың шықты, үйтті бүйтті. Бірақ көп жерде қуат, шындығыңды мойындаш, адамдармен сиіспай жатасың сен, мінезіңе байланысты ма? Тіпті саған тренерлер шақ келмейді екен. Енді сиіспай жататыным шын шығар енді. Енді бәрімен сиісе бермейсің ғой. Біз енді қатты әлемде өмір сүреміз. Бұл жекпе-жекке шығып жүрген жігіттердің әлемдері өзінің бір әлемі бар ғой. Енді мен біреуге жағым сынамаймын. Одан кейін айтқым келетін нәрсені ішімде сақтап қала алмаймын. Жаңағы айтатын жерде айтып қала беремін жаңағы. Сондай қатты кетіп қалатын жерлерім бар шығар негізі жалпы. Бірақ енді жаттықтырушылармен ұрысып қалып сиіспай қалатын нелерім қатты жоқ. Өйткені мен бір кішкентай баладан да бір үйреніп жатқан жерлерім болады. Қазір тренер жұмыс жасайсың сен, Енді біздің мынау ережесіз жекпе-жекпен айналысып жүргеннен бері бір мықты тренерім де болған жоқ қой бізде. Анда бір барасың, манан барып біреуден үйренесің, біреумен әңгімелесіп анадан үйреніп аласың. Бірақ жаттықтырушы болған шығар, ол кісі енді бізбен бір жылдай көлемде жұмыс істеді. Ол еліміздің батыр ағамыз Дәнеш Дөнгенбаев қана бізге сол кісі бір көп нәрсені үйретіп кетті. Сол кісі ғана бір аз уақыт, қысқа ғана уақытта бізбен айналысқан кезде, сол кезде жаңағы Қытайда жүріп, Индияда, Лондонға барып жеңіске жетіп жүрген сол заманда сол кісі бізге қатты көмектескен. Одан кейін бапкер ұстаған жоқсың? Одан кейін бапкер болған жоқ, осы бір 4-5 жылда бапкерсіз дайындалып жүрміз ғой. Енді бапкерсіз спортшы дайындалу деген бағанағы тормозсыз автокөлік айдағанмен тең да? Тек қана газыңды басасың да кетесің. Қай жерге соғылатыныңды білмейсің. Атағы дардай қай спортшыны алсақ та әрқайсының бапкері бар өзінің. Соған құлақ асады. Бокста енді кім бар ғой бізде бапкерсіз дайындалатын? Шүменов Бейбіт. Бейбітке ұқсағың келді ғой немен? Мен енді ешкімге ұқсағым келген жоқ, өйткені бір жақсы бапкерің болса, спортты сенен көп білетін адам болса, ол жаңағы біреуге ұқсаған емес, ол жаңағы бүткіл әлемдегі мықты чемпиондардың бәрі мықты бапкерлер дайындаған ғой. Менің арманым бір жақсы бапкер табу. Бірақ ондай бапкерлер Қазақстанда жоқ бізде. Өйткені біздің алдымызда Дәнеш Дөнгенбаев ағадан басқа бір мықты жекпе-жекке шығып, бір мықты нәтиже көрсеткен спортшылар болған жоқ қой бізде. Енді дәкеңмен неге сен жалғастырмайсың ары қарай? Енді ол кісі өзінің отбасы бар. Одан кейін біз жаңағы бірге бізді дайындағаннан кейін ол спорттан алып шығып кетті. 1-2 жыл спортқа қатысы жоқ адам болып, жеке ісімен айналысып кетті да. Одан кейін ондай кісімен сен ондай жаттықтырушы команда болмағаннан кейін команда болу керек те, командный жұмыс болу керек. Бізде команда жоқ ондай. Өте керемет. Қуат, енді сырт көз сыншы дейді ғой. Өзің ұрған кезде осы боковойың мықты, бірақ өкінішке орай құлап ұрасың да. Адамға қарайшы. Құлап ұрасың. Ол сенің сол ұратыныңды бәрі жаттап алды шыны керек. Иә, басынан тигізетіндер тигізді, құлайтындар құлады. Бұдан кейін тигізбейді оны. Иә. Күресесің, әңгіме жоқ. Бірақ аяғына дейін емес та, мысалға. Хабибтер күрескен кезде әйтеуір бірдеңесін жасайды. Иә. Кезінде ұстазыңыз сіз бағанағы сіз үлгі тұтқан Титода аяғына дейін бірдеңе жасайтын еді ғой. Иә. Соның бағанағы сазайын өзің соңғы Fight Night-тағы жекпе-жекте тарттың дәмін. Иә. Енді ертең UFC-ге барып қырғыздардың ұялып қалмаймыз деген ғой. Енді бұның факторлары көп. Мен өзім келсем жаңағы соңғы 1-2 жылда жаңағы лапада ұрмаған шығармын. Жаңағы айтып жатсың ғой, боковой удар деп. Соны бір лапастайтын бір дені дұрыс адам болған жоқ негізі. Енді шамамыз келгенше дайындалдық. Мысалы жаңағы соңғы осы Алматыда болған жекпе-жекте Питер Куилимен шыққан кезде ол жаңағы Макгрегордың главный спарринг партнері. Америкада осы қасында жүреді. Дайындығы өте керемет еді. UFC-дің чемпионы жанында жүргеннен кейін олардың дайындығы белгілі ғой қандай екен. Біздің дайындалғанымыз не? Қасымда екі бала болды. Олар жаңағы күресшілер, олар лапастай алмайды. Сол күресшілермен күресеміз, спаррингімізді жасаймыз. Сол жаңағы
боковойды ол өмірі лапастамаған адам боковойын ұстап береді. Сөйтіп жаңағы сол Питер Куилмен шығып айту шамамыз келгенше жекпе-жекке шығып көрдік қой шамамыз келген. Бірақ олардың дайындығын біз көрмедік әлі. Қазақстанда осы жекпе-жек өнерінің бір жұлдызы жанған, жұлдызын жандырған осы Данияр Қасқаров. Жазылмай айту керек. Қаншама организациялар шығып жатыр, бірақ барлығы бір тюльпан сияқты да, гүлдеп тұрады да 1-2 жыл жоқ болып кетеді. Иә. Еңбегі міне Қуат Хамитовты, Оспановты Арман, Қайрат Ахметовті, Метис Егенбердиев бар, Асылжан бар, Аслан Тоқтарбаев кезінде қандай төбелесіп еді мысалға да. Мен басқаларын айтпай қояйын. Өз шығарды, еңбектенді. Иә. Бүгінгі таңда бірақ қазақ айтады ғой, мынау ұшқан ұяңды ұмытпа дейді да. Біздің біраз жігіттер өзінің ішкен құдығына түкіріп жүрді деп ойламайсың ба? Енді ішкен құдығына түкіргенде көп адамдар бұл спорт болғаннан кейін спортшыны тоқтатуға болмайды. Мысалы, көбі командадан кетіп жатыр ғой қазір. Қазір мына Арланға кетіп жатыр көп, Алашбайдың жігіттері міне. Ол енді дұрыс емес деп айтуға болмайды. Өйткені спортшы, мысалы, міне Fight Nightпен адамгершілік қарым-қатынас сақтап қалам деп, осы біз бір-бірімізге бөтен адам емеспіз ғой деп, осы сыйластықтың арқасында мен қазір соның теріс жағын көріп жатырмын да. Жылына бір-ақ рет жекпе-жек жасап отырмын. Мен қазір жылына жоқ дегенде мен 4 жекпе-жек жасайтын адаммын да қазір. Бірақ сол қарым-қатынастың арқасында, осы бауырлықтың арқасында мен қазір зиянын көріп жатырмын. Өйткені жылына бір-ақ рет, 2-ақ рет жекпе-жек жасаймын болды. Ол балаларға егер сен үлкен мақсат қойып, сол мақсатыңа жетем десең, осындай шешім қабылдаған дұрыс деп ойлаймын. Ол жаңағы осы командадан кетіп жатқан қай команда болсын, ол баланы ұстамау керек деп есептеймін. Егер сен сол балаға қазір міне шабам деп тұрған баланың аузын ұстамау керек та, ол шабатын болса, бар, мен саған беретінді бердім. Ол бірінші жаттығу, екінші жаттықтырушыға берген сияқты. Біз бала кезінде күрес жүрген кезде. Бұл жерде дұрыс қой, бірақ бұл жерде мен мына нәрсемен келіспеймін сізбен, Қуат мырза. Яғни мен Дәкең мен үшін сыйлайтын ағаларымыздың бірі ешқандай бір қарым-қатынас жоқ. Данияр Қасқаров әлпештеп аялап жігіттердің бәрін шығарады. Керемет ат жасайды, бренд жасайды. Алматы аренада төбелеседі да. Каким-то образом Дәке сіз ренжімеңіз дейді да. Фук өтіп басқа организацияға секіріп кетеді. Мысалға, Қуат, егер сен мені журналистикада тәрбиелеп шығарсаң, мен Қуатты ұмытып кетсем, для меня западло ғой ол деген нәрсе. Енді сондықтан бұл жерде де бұнда түсіну керек. Мысалға, Дәкеңмен сөйлесіп келсең, Дәкеңде айтатын дүниелері бар да. Иә. Деген сияқты. Енді қалай айтсақ болады. Жалпы бәрі бір болған дұрыс негізі. Қазір енді клубқа бөлініп алып бәрі жеке-жеке болып кетті ғой. Осы жерде сізге мынандай сұрақ. Неге қазақтың жігіттерінің басы ереже жекпе-жекте бір қазанға сыймайды? Енді бастары бірікпейді деп айтуға болмайды енді қазір. Қазір енді жақсы ғой бәріміз. Дәлелдеп берейін ба? Әлем Файтерс өзімен өзі бір мемлекет. Арлан-Про бөлек, Алаш Прайд бөлек. Мына жақта батыстағы ашылып жатқан организациялар бар, өзіңіз білесіз. Ол бөлек, төбетің мүлдем бөлек. Жекпе-жек деген бір клубтар болды кезінде, ол мүлдем бөлек. Алматыда анау бағана чешен ұлттарының бір клубтары бар, ол бөлек. Не себепті? Әлде қазақтың жігіттері бағанағы бір-бірлерін ұнатпай жата ма? Енді ол бір-бірлерін ұнатпаған емес, ондай конкуренция болған дұрыс деп ойлаймын негізі. Егер ондай елімізде ондай клубтар көп болса, оның минус жағын ғана көре бермеу керек, оның плюс жағы да бар. Мысалы, бір клубтың жағдайлары жақсы болып, спортшылар үлкен дәрежеге жетіп жатса, ол келесі клубтарға ол мотивация болады. Бір-біріне қарайды, бір-бірімен спорт болғаннан кейін, бір-бірін қайрап, бір-бірімен жарысып өскен дұрыс. Мен ойымша ол онда тұрған ештеңе жоқ сияқты. Ол клубтың өзіне де, егер бір клубтың жігіттері мықты дәрежеге жетіп, басқа клубқа кетіп баратса, ол мына клубқа ол өзіне мотивация, өз спортшыларын жетпеу. Спорт болғаннан кейін конкуренция, бұл бизнес сияқты ғой, бұл жақта да конкуренция бар. Мысалға, алысқа бармай қойық, біздің қасымыздағы көршілес Қырғызстанды алайық, Қырғызстанда Услан Кыдырмышев қалай жасады? GFC-ді ашты. Қаншама организация бар еді?
бәрін айтты, демалыңдар деді. Осы біреу болады. Осы қырғыздың атын шығарады деді. Қосылатындарың қосылыңдар, қосылмайтындарың ренжімеңдер деді. Өйткені қырғыздың балдары басқа елге барып, мешок болып жүргенін қаламаймын деді. Иә, мысалға. Мен сізге атап айтатын болсам, әріптестеріңіз ұятқа қалады. Мешок болып жүрген әріптестеріңіз бар басқа елге барып. Барады да төбелесіп, бағанағы. Енді қазақстандық спортшылар дегенге бір атына кір келмей ма деген сұрақ көп жерде. Әрине енді кір келеді, бірақ енді осы бір бұны мемлекеттік түрде мәселені көтеру керек сияқты. Енді күрес федерациясы бар, бокс федерациясы бар, осындай бір бәрінің басын қосатын мемлекеттік түрде жаңағы команданың атын құрмай, жаңағы Арлан, Алашпырай, жаңағы NFC деп жеке анау Әлем Файтерс деп бөлмей, бірақ бір Қазақстан федерация деп бір ашып, бәрін бір басқа бәрін жинаса, сол дұрыс деп ойлаймын. Сол жақта отбор өткізіп, сол жақтың бәріне жаңағы олимпийский система сияқты. Бірінші номер, екінші номер деп бәрі бірге дайындалатын сондай система құрылса, бұл өзгеретін сияқты. Енді бұлардың бөлінетін себептер бәрі әркім частный болғаннан кейін бір клубтың адамдары өз ақшасымен, жаңағы Алашбай сияқты клубтар өз ақшасымен келді ғой осы күнге дейін. Бәленбай өз ақшасына жарыс өткізді. Ол өзінің клубтарының балаларына жағдайын жасап жатқан кезде ол басқа клубтарға көмектесе алмайды ғой. Бұл енді бір үлкен әңгіме бұл енді. Түсінікті. Бүгінгі қоғамға көңілің тола ма, Қуат, шыныңды айтшы? Қандай мәселе? Жалпы оның ішінде өзің көтеріп жатқан мәселелер де бар. Ауылдық жерге барсаң, адамдар нанға қыштап қояды қазір. Иә. Енді көңілім толады деп айта алмаймын енді. Халықтың жағдайы қиын, әлі де жұмыс істеу керек. Енді арасында өзім ойлап қоямын. Қонаев атамыз тірі болған кезде қалай болатын еді деп. Өзім сол Қонаев атамды өзім жақсы көремін. Ол кісінің жаңағы интервьюларын, видеоларын да көріп жатамын. Өзінің бір қайтыс болған кезінің өзі бір керемет нәрсе ғой. 2 бөлмелі үйде жаңағы түк болмаған, ел үшін патриот болған. Сондай азаматтар жетіспейтін сияқты бізге. Егер елімізде сондай азаматтар көп болса, мынандай бай елде біз басқаша өмір сүретін едік. Сіздің ойыңызша Қонаев атамыз неліктен бізді насихатталмайды көп деп? Қалай? Неге насихатталмайды Қонаев атамыз? Сол кісінің атын турнирлар өтпейді. Сол кісінің жылда еске алмайды. Енді ол кісінің турнирлар ақырын өтіп жатыр. Енді ол кісінің де уақыт келетін шығар. Бірақ енді ол біздің политикада, біздің қазір жоғары жақта отырған кісілердің арасында сондай елін сүйетін азаматтар көп болса, еліміз жаман болмайтын негізі. Жалпы түсінікті. Қуат, енді сен де бір Қасқар сияқты қайсар жігіттердің бірісің ғой. Бірақ осындай қайсар жігіттер көп өмір сүрмейді. Өзің білесің. Біреуге жақпайды, жолы кесіледі, басқа болады. Жалпы өзің бір қапыда көз жұмып кетуі мүмкін деп қорықпайсың ба? Енді мен өзім енді бір мықты мұсылманмын деп айта алмаймын, бірақ енді мен өзім кішкене ислам дініне жақынмын. Менің қашан қайтыс болатын, неден қайтыс болатын, мен өмірге келген кезде жазылып болған ғой. Мен оны өзгерте алмаймын. Мен қанша қорықсам да, мен біреуге бірдеңе десем де демесем де, мен қалай өлетінін, қандай дәрежеге жететінін, оның бәрі жазылып болған. Сондықтан бұл бір адам 100 жыл өмір сүруі мүмкін, бірақ 100 жылда түк істемеуі мүмкін. Бір адам 15 жыл өмір сүруі мүмкін, ол 15 жылда көп нәрсені істеп кетуі мүмкін, айтып кетуі мүмкін. Сондықтан жалпы мақсат сол еліміздің жаман болмасы дейміз ғой. Шетелге көп барғаннан кейін көп нәрсені көреміз. Қуат, өмір жасың ұзақ болсын. Ертең басыңа жиналғандар сен туралы не айтуы мүмкін? Енді мен басыма жиналғанда енді маған әкем айтатын: Қуат, сен дүниеге келген кезде, дүниеге келмей тұрып, мен достарым көбінше мақтанатын дейді. Маған ұл бала, сен мені асырғаның кері жоқ дейді. Мен өз-өзімді асыраймын. Мен біреудің үйіне барған кезде, мен басымды төмен қаратып отырмауым керекпін. Сен мен үшін мақтану үшін ғана керексің. Мен ұлым андай, мен ұлым мынандай, осындай дәрежеге жетті деп, мен біреудің үйіне барған кезде сен туралы жаман нәрсе естігім келмейді. Сол үшін сен маған керексің деп солай тәрбиелейтін. Сондықтан енді мен қайтыс болғаннан кейін
не дейтінін енді бір алла біледі ғой, бірақ жаман деуі де мүмкін, жақсы деуі де мүмкін, мәселе ода емес қой. Тірі кезімізде біз еңбек етуіміз керекпіз. Пока тірі кезімізде ел үшін қызмет етіп, осы елдің мәселесін көтеріп, бірімізге жанымыз ашып, шамамыз келгенше бір кішкентай бір баланы дұрыс жолдан жаңа тайып кеткен жолынан дұрыс жолға бір адамды қойып адам қылсақ, соның өзі бір үлкен мәртебе. Өз-өзіңе қандай баға бересің? Өз-өзіме мықты баға бере алмаймын. Мен әлі жаспын, әлі де үйлену керек, әлі де көп нәрсені білу керек. Мықтымын деп айта алмаймын. 30-ға дейін орда бұзу керек деп жатады. Орда бұздың ба? Жоқ, әлі жететін, істейтін нәрселер әлі көп. Керемет. Қуат, мына бір сұрақты саған қойғым келіп отыр. 5 жылдан кейін спорт министрі болатыныңды өзің жарияладың. О жерде былай дедің. Серік Сәпиев, өз жұмысыңды дұрыс жазай алмасаң, орынды босатасың. Оған дейін уақытың бар. Енді ол жалпы Серік Сәпиевқа айтылған сөз емес, ол жалпы. Ол сол жоғарда отырған, спорт басқармасында отырғанның барлығына айтылған сөз. Өйткені ол біздің спорт басқармасында көбінесе спортқа қатысы жоқ адамдар отырды. Ол мені, мысалы, спортшыны бір химия, Қазақстанның химияға жауап беретін бір басшыға қойса, мен оны ешқашан көтере алмаймын да, оны өзгерте алмаймын. Өйткені мен өзім химик емеспін. Ал мені біз сияқты жаңағы Серік болсын, басқа да жігіттер болсын, осы спорттың қиыншылығын көріп, бала кезінен спортта болып, қысымдылықты көріп, ақша жоқты көріп, жарысқа өз ақшасына барып, біз сияқты жаңағы спортшыларға не жетіспейді, витаминдарын уақытында бермей, жек қойып жатқан жерлерін беретін нәрсені бермей қойғанды біз көрдік қой енді бала кезімнен. Мен өзім талай жарыстарға өз ақшамен барғам, государство бермей. Біз соны өз басымыздан көргеннен кейін, біз егер спорт басқармасына барып отырсақ, біз бұл нәрсені өзгерте аламыз. Тамаша. Арманыңа жет. Бұйырса спорт басқармасына баратыныңа мен кәміл сенемін. Өйткені алған бетің жақсы ғой Қуат сенің. Барып жатсаң, нені өзгертетін едің? Ол өзгертетін нәрселер өте көп. Ең бірінші, ауылдардан спорт залдарды ашу керек. Біріншіден. Екіншіден, жаттықтырушылардың дәрежесін көтеру. Жалақысын көтеру. Жалақыдан бөлек, дәрежелерін көтеру. Керемет. Жаттықтырушыларын көтеру. Үшіншіден, ақшаны жеуді тоқтату. Ақша баратын жерге бару керек. Үшіншіден, спортшылардың спортты тастағаннан кейін ары қарай өмір сүруін мәселесін. Спортшылар, мысалы, военный пенсияға шыққаннан кейін ақшаларын алып, ары қарай демалып, жақсы өмір сүреді. Спортшылар спорт тастағаннан кейін қол аяқтары сынық, не жұмыс істей алмайды, не денсаулықтары жоқ, далада қалып жатады. Немесе бір жаман залда жаттықтырушы болып жүреді. Анау көк байрақты көтерген жігіттер. Сол мәселені көтеретін. Одан кейін мына призовой мәселе. Біздің көптеген жігіттер әлем чемпионы болады, Азия чемпионы болады. Олар келеді, жаңағы сіздер айтқан сөздеріңіз сол. Олардың біз сияқты мәселені көтере алмайтын сол, өйткені олар жарыстан келеді, кімнің қанша беретінін білмейді. Барады, анаға кіреді, аға жеңіп келді ме, анадан ақша алады, мынадан ақша алады, мынадан ақша алады. Ол біреудің ақша алғаннан кейін оларды сыйламай кетеді. Мен біріншіден осы законды қоятын едім. Мысалы, Азия чемпионы, әлем чемпионы болды ма? Олимпийский вид спортадан әлем чемпионы болған адам $100 000 алу керек, автокөлік, машина алу керек. Екінші жылы чемпион мира болдың ба, $200 000, 2 автокөлік, үйін беріп. Осы мәселені қолға алатын. Одан кейін жаңағы пенсионный возраст, военныйлар сияқты спортшылар жаңағы 45 жастан 50 жасқа келген кезде, немесе 40-тан асқан кезде дәрежесіне байланысты тез пенсияға шығу. Қуат, осы жерде мен сенің қолыңды алайыншы. Ырза болып отырмын саған. Мен ойлайтын едім, Қуат бір орысша посттар жазғанда, бұл Қуатқа пост жазып беретін, Қуатты бір пайдаланып жүрген біреулер бар екен ғой деп. Қазір мына сенің берген жауабыңа мен қатты тәнті болдым. Шын айтайын, буксовать ете ма деп ойлап едім осы жерде сен. Өйткені көздеген өзіңнің ойың бар екен да. Өте орынды. Расында да қазір спортшыларымыз, қаншама спортшыларымыз өздерінің бағанағы
карьерасын аяқтағаннан кейін ешкімге керек жоқ болып жатыр. Бәрі подвалдарда тренер болып жүр. Жүрегің ауырады. Сосын өте дұрыс көтердің ана мәселені. Иә, расында қазір біздің осы былғар қолғап шеберлерін алайық. Жәні машиналарға ша. Ертең бірден барлық Головкин бола алмайды ғой. Иә. Барлық Америкадан келгеннен кейін әкімдерге кіреді ғой. Иә, өздерінің туып өскен әкімдерге кіреді. Әкімдердің бір жапырақ грамотасын алып қайтады. Ананы берген әкімде де ұят жоқ қой. Бір жапырақ грамота. Өйткені закон жоқ қой. Закон ол спортшыларда мотивация болу керек. Ол міне көк байрақты жеңіске жетіп көк байрақты көтерген кезде ол кімнен не алам дегенді ойламау керек. Ол уже елге келген кезде ол білу керек. Осындай ақша алам, осындай алам деп, одан кейін олардың, о спортшылардың үйтіп алып жатқаны мынау кішкентай бүлдіршіндерге өте мықты мотивация. Мысалы, қазір көп ата-аналармен сөйлессең, мен әке баламды спортқа бермеймін, не бар ол спортта? Қолы сынады, аяғы сынады, аяғында бір бұзақы болады, не сабағы жоқ, сонымен далада қалады. Көріп жүрміз ғой, спортшылар деп жатады да қазір ата-аналар. Солардың көзқарасын дұрыс бөлу. Енді көтеретін бұл мәселені бұл спорттың ішінде көтерілетін мәселелер өте көп. Оны бір қатты бір обсуждать ететін нәрсе ғой. Керемет. Нұр Отан партиясын шақырса барасың ба? Енді Нұр Отан партиясына шақырса, енді бір жаңағы депутат болып, немесе бір әкім болу, жаңағы министр болу деген ол мақсат емес та. Басты мақсат осы мәселелерді біз шеше аламыз ба? Егер сен о жаққа бір белгілі бір партияға мен барам, немесе бір депутат болам, немесе бір сондай жұмысқа тұрамда, мен осы мәселемен айналсам, осы мәселені орнына қоймай, мен болмайым деп егер сондай бір мақсатпен барсаң, ол любой партияға баруға болады, өзің де партия ашуға болады да, егер сен сол жаман келсе. Демек, сен әзірге шақырып жатса баратын ойың жоқ? Әзірге бармаймын. Жақсы. Партия ашуға ойың бар ма? Енді қазір мен спортта жүрмін, қазір ол мәселенің бәрі қатты ойда жоқ ондай нәрсені ашу. Оның бәрі енді спортты қойғаннан кейін ол заман өзгеріп кетуі мүмкін ол кезде. Керемет. Егер сізді алдағы уақытта Қасым-Жомарт Кемелұлы президентіміз шақырса, ол кісіге қандай өтініш айтатын едіңіз? Елді көтерейік? Жоқ, ол елді көтеріп жүр ғой ол кісі. Одан басқа. Бір актуальный бір мәселе. Енді ол бір мәселемен шектелмейді ғой. Бізде елде проблема көп қой. Көтеретін мәселелер көп. Бір нәрсемен ол президентқа бір нәрсе айтқанмен ол бірақ нәрсенің көп, ол айтатын нәрселер көп. Онымен бір апта отырып сөйлессең де ол көтерілетін мәселелер бітпейтін сияқты. Керемет. Өзің мен Найман руынан шыққаныма мақтан тұтам дедің. Мақтан тұтам, Найман деген керемет ру дедің. Қазақтың руларының ішінде әлсіз жоқ, әрқайсысының өзінің батыры бар. Үй ішінен үй тікпеген дұрыс қой енді қашанда. Осы жағына неге руға бөлінесің өзің? Мен енді жалпы руға бөлінетін адамын деп айта алмаймын негізі. Жалпы өйткені мен осы Найман екенімді осы Алматыға келіп білдім. 95 жылы көшіп келдік осы Алматыға. Сол кезде бір 8-9 сынып оқып жүрген кезде ол мәселені осы Алматыда көп көтереді екен да. Қай жақтыкісің, елің қандай? Әке-шешемен бір тамаша отыр, мыналар бәле болды. Кім мен елім деген кезде, сен Наймансың ғой деді да. Жарайды, сол сұраған кезде Найманмын деп. Ол Наймандарды ұнатпайтыны, Наймандар осындай екен, мен осы Алматыда білдім. Біз жақта мына туған жерде ондайды көп айта бермейді. Бір сұхбатыңда былай дедің. Депутаттардың тоқалдары спортшылардан мықты тұрады дедің. Барлығына айтыры 100 мыңдап доллар береді. Астыларында керемет Porsche Cayenne'нан бастап Porsche Panamera'сы бар. Спортшылар жаяу жүреді. Кішкене доғарсандаршы, енді ұяттарың бар ма дедің. Шынымен депутаттардың тоқалдары көп болса өзі? Енді оны бәрі білетін шығар. Мен айтпасам да оны біліп жүр ғой. Просто ол айтатын адамдар бар, айтпайтын адамдар бар. Ол кімнің не істеп жүргенін, ол мынау мысалы біз спортта жүрген жігіттер, біз кім немен айналысып жүргенін біз бәріміз білеміз. Олар да бір-бірін біледі кім не істеп жүргенін. Просто сен өзің істеген нәрсені, мысалы мен бір нәрсені ұрлап жүрсем, мен бірдеңені жасап жүрсем,
екеуміз бірге ұрлап жүрміз да, сен бірақ мына жақта ұрлап жүрсің, мен мына жақта. Мен бір күні келіп саған айтсам, мен оңбаған, сен не істеп неғып ұрлап жүрсің, неғып сен ана байлықтың бәрін таратып жүрсің десем, сен маған айтасың да, сен өзіңе қарап аш бірінші деп. Сол үшін ол кругтағы адамдар бәрі бір-бірін кім не істеп жүргенін білгеннен кейін олар бір-біріне ондай нәрсені айта алмайды да. Сол біз өзіміз істемегеннен кейін соны айтып жүрміз ғой. Жалпы ондай нәрселер өте көп бізде. Өте кейбір кезде ойлаймын да, ондай өзіме жаныма жақпай жатады негізі. Қуат Хамитов Пантерез деп жатады. Бұған не деп жауап бересіз? Мүмкін сондай шығар. Өйткені мен өзім андай емеспін, мындай емеспін деп айта алмаймын. Мен өзімді шет жағымнан өзімді көре алмаймын ғой. Маған енді қасымдағы достарым, жолдастарым айтса, мен ойланып қалам. Мүмкін мен де адаммын ғой, мен де қателесем, мүмкін қатты кетіп қалған жерлерім бар шығар. Керу кезде, может, я специально веду себя так, жаңағы өз-өзіме көңіл аудару үшін. Мен енді өзім туралы осындаймын деп айта алмаймын. Ол енді Ол саған жарасады, бірақ өзіңе көңіл аудартқызған. Керемет. Жарасса да, жараспаса да, оның бағасын беретін халық қой. Бірақ енді жалпы қасымда жүрген жігіттерден ондай жаман нәрсе қатты естіп жатпаймын. 5 уақыт намаз оқисың ба? Енді мықты мұсылманмын деп айта алмаймын, бірақ исламға жақынмын, намаз оқуға тырысамын, жұма намаздан қалмаймын. Виски жарнамалау керек пе, жарнамалайсың ба? Виски жарнамалау, енді ол қандай жарнама, кімнен келгеніне байланысты. Атышулы Ламбард 24 жарнамаладыңыз, қанша ақша төледі сізге? Енді ол жарнамадан көп ақша төленген жоқ маған. Өйткені олар бір таныстар арқылы шықты маған. Одан кейін ол сол менеджерім арқылы. 1 миллион теңге берді. Жоқ, 1 миллион берген жоқ. Таныстар арқылы маған хабарласқан кезде мен айттым, бірінші кездесейік олармен. Кездесейік, офистарына бардық. Офистарына барған кезде маған тек машина туралы айтты. Мен мынау шум шыққан кезде, шум шықпай тұрып, мен кейін білдім. Елдер үйін сатып, ақшаны апарып, жаңағы банк сияқты алатын, ол мен барған кезде ол болмаған. Ол тек машинаға қатысты. Ол барады, айтты, енді халықтың жағдайын білесің ғой, бәрі ақшаға керек келген кезде машинасын алады, жарты бағасына беріп жібереді. Соны барып кездескен кезде маған айтты, Қуат, міне сен машинаң мысалы 5 миллион болса, біз саған 6 миллионға береміз, бірақ 2 миллионнан ай сайын алып отырады деді. Мен айттым, мен жақсы ғой халыққа мысалы. Ол халыққа жақсы нәрсе. Ақша болған, ол жарты ақшасына беріп кетіп жатқандар талай ғой, ақша керек кезде. Мен бұл жақсы нәрсе екен. Бірақ сендер ол ақшаны қалай тауып аласыңдар деген кезде, жаңағы олар айтты, біз 6 миллионды аламыз да, 2 миллион береміз, 4 миллионды 2 айда біз жаңағы айналдырамыз деді. Айналдырамыз да, жаңағы адамға беріп, одан кейін өзімізге де пайда қалады деді. Сол мен айттым, егер сендер тура осы документтерін бәрін көрсет, егер тура сендер мұнан айтқанда істесеңдер, ол жаңа көптеген қазіргі ақша керек адамдарға бұл жақсы нәрсе екен дедім да, содан кейін ғана мен барып жаңағы келісімді берген болатын. Жалпы мынау жаңағы елдер ақшасын салып, неткен, оны мен білген жоқпын. Ол болмаған да мен барған кезде. Тек машина, жаңағы рекламасы әлі бар ғой YouTube'да. Тек машина деп қана айтқан. Ең үлкен тапқан гонорарым $30,000 дедіңіз. Қазір Қуат Хамитовте 1 жыл бойы бой жоқ. Немен күн көріп жатыр? Енді Құдайға шүкір, қазір енді шаруаларымыз бар. Ауылда 4 түлік. Ауылда мал жоқ. Малмен кезінде айналыстық. Қазір сол ресторанный бизнес, ары-бері, сол қазір спорт клубымызды аштық деген сол жұмыс істеп жатырмыз. Осы бір карантин кедергі болып қалды. Осы қазір біздің спорт клубымыз істеп тұру керек еді. Енді ол күзге қалатын шығар. Сол бір-екі проекттеріміз бар, сол жақта жұмыс істеп жатырмыз. Қуат Хамитов ішімдіктің түрлерін таңдап ішеді, бірақ қатты жақсы көреді дейді. Ішімдік? Енді мен өмірімде арақ ішіп көрмеген адам. Бірақ виски де кессе? Арақ, виски, темекі, жаңағы наркотиктік. Ішімдіктің қай түрін ішесіз? Вино ма, коньяк? Мен өмірімде ішіп көрмеген, мас болып көрмеген өмірімде. Өмірімде. Енді бір 4-ші сыныпта, мынау бала болып Алматыға бірінші рет келген кезде, ағаларым жаңағы пиво ішетін. Сол пиво ішкен кезде сол балалық шақпен беретін. Одан кейін, сол 4-ші, 5-ші сыныптан кейін мен аузыма арақ алып көрмеген вообще. Қуат, жалпы уақыт бөліп келгеніңе үлкен рахмет. Халыққа қалай әсер ететінін білмеймін, бірақ өзім сенің сұрақтарың кәдімгідей қанағаттандым. Шынымен айтқанда.
Мен саған бір сұрақ қояйын өзіңе. Жаратушының жүзін қалай елестетесің көзіңе? Оны қалай түсіну оған? Құдайдың жүзін қалай елестетесің көзіңе? Енді Құдайды елестете алмайсың ғой. Ол Құдай Алла тағала аспанда, сол бұл дүниеден өткеннен кейін, Алла тағаланы көрген кезде, сол әрбір мұсылманның мақсаты ғой. Жұмаққа бір табан жақын тұрсын деп көзге елестетейік, бірақ сізден сұрайды. Айналайын Қуат Хамитов ау, талай адамдардың тұмсығын бұздың, сен не үшін жұмаққа алу керекпін десе, не деп жауап бересің? Енді бұл тек спорт ретінде қараймын оған. Енді бұл исламның да ол біреудің тұмсығын бұзған үшін жәннатқа кірмейсің деген ондай нелер жоқ қой. Ол ең басты мақсат Аллаға серік келтірмеу. Бір Аллаға құлшылық етіп, сол мына еліңді жақсы көру, халқыңды жақсы көру, сол иманнан да шығар. Керемет сұхбат ұнадым өзіңізге. Нұреке, мына жерін қиып тастам, мына жерін алып таста демейсіз ба, келісіп алайық? Жоқ, ондай жоқ қой, брат. Еш жерін кеспеңдер, қалай болды, қалай сөйлесті, бәрін салыңдар. Енді біз дұрыс нәрсе айтып отқан жоқпыз ғой, біреуді жамандап отқан жоқпыз. Біреуді жамандайтын қасиетіміз де жоқ. Любой айтатын адам болса, барып бетіне айтылуға батылдығымыз жетеді. Айтатын жерде айта аламыз. Қателескен жерімізде мен қателестім деп кешірім сұрай алатын дәрежедеміз. Кешірім сұрай аламын да мен. Мен анау менікі ғана дұрыс деп біреудің алдына тұрып күш көрсетіп, мен келіспеген адамдардың бәрі оңбаған деп айтатын адам емеспін. Мен де қателесем, мен де кешірім сұрай аламын. Әлі де біреуді ренжітіп бір қате кеткен жерлерім болса, мен де кешірсін. Мен де адаммын ғой өйткені. Жалпы ол дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Рахмет, еңбек жансың.